Сәлем достар, мен сіздерге бүгін дәл осындай керемет, ауызда еріп кететін, балаларыңызда сүйіп жейтін песочный печенье жасауды үйрететін боламын. Ол үшін бізге керек болады ұн, сахарный пудра, сары май, жұмыртқа, ванилин, тұз, разрыхлитель және кішкене сүт керек болады. Ал енді қамырымызды бастаймыз. Ол үшін маргаринімізді, яғни сары майымызды ыдысқа саламыз. Сахарный пудрамызды салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Әдемілеп, жақсылап миксерлеп алғанымыздан кейін тұз, ванилинімізді саламыз. Тұзды да ванилинді де кішкене ғана салдым. Ал енді тағы миксерлеп аламыз. Араластырып алғаннан кейін жұмыртқамызды салып, тағы жақсылап миксерлеп аламыз, бір масса болғанға дейін. Көріп тұрғаныңыздай дәл осылай әдемілеп миксерлеп алғаннан кейін разрыхлителімізді саламыз. Миксерлеуді жалғастырамыз. Ал енді ұнымызды 3-4 бөлікке бөліп саламыз. Бірден барлығын салып жібермеңіздер. Жақсылап енді миксерлеп араластырып аламыз. Өте тез дайын болатын жұмсақ, дәмдері де ерекше печеньелар болады. Әрине жасап көріңіз, қонақ келген кезде де тез дайын болатын печенье. Енді қалған ұнымызды салып, жақсылап тағы миксерлейміз. Енді сүтімізді қойып, тағы миксерлеп аламыз, бірдей масса болғанға дейін. Біздің қамырымыз уже дайын болды. Көргеніңіздей дәл осындай керемет қамыр болды. Енді қамырларымызды кондитерский қапшыққа салып аламыз. Мен осындай форма қолдандым, ал сіздер қалаған формаларыңызды қолдана аласыздар. Енді пергамент салынған листке әдемілеп салып аламыз. Дәл осындай формалар беріп шықтым. Қамырларымызды салып жатқан кезде араларын ашып саламыз. Піскен кезде бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Листімізге барлық қамырларды форма беріп салып алдық. Енді қызып тұрған 180-200 градуста духовкада 20 минут пісіріп аламыз. Біздің печеньеларымыз пісіп шықты. Көріп тұрғаныңыздай дәл осындай керемет, өте ерекше болып піседі. Іштері де воздушный болып, ауызға салған кезде еріп кететінде керемет печеньелар болады. Дүкенде сатылып жатқан печеньелардан қалыспайтын өте нәзік, ерекше жұп-жұмсақ печеньеларымыз да дайын болды. Іштері көріп тұрғаныңыздай дәл осындай воздушный, жұп-жұмсақ печеньелар болады. Әрине дайындап көріңіз. Және үйде бар продуктымен де жасай аласыз. Көріп тұрғаныңыздай аттары да дәл осылай қызарып шығады. Енді печеньеларымызды шоколадқа бұлғап аламыз. Мен осындай шоколад қолдандым. Ал сіздер қалаған шоколадтарыңызды қолдана аласыздар. Микротолқынды пешке салып ертіп алдым. Ал енді печеньеларымызды жартысына дейін шоколадқа бұлғап аламыз. Үстін безендіру әрине өзіңіздің фантазияңызға байланысты. Осылай қалдырсаңыз да болады. Менде осындайлар бар еді, мен осындай қолдандым, ал сіздер осылай қалдырып қойсаңыздар да болады. Енді шоколадтары қатқанға дейін мұздай жерге қоямыз.
Бізде уже шоколадтары қатып шықты. Көріп тұрғаныңыздай дәл осындай әп-әдемі печеньелер болды. Дастарханға тартқан кезіңізде де керемет көрінеді. Егер де сіздерге видео ұнаған болса, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыз және лайк басып, комментария жаза кетіңіз. Ал сіздерге сәттілік.